Үш арсыз, ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз. Үш даусыз, мінез, кәрілік, ажал. Үш тағылым, мейірімнен сауап, жақсылықтан шарапат, жамандықтан кесапат. Үш қуат, асыл қуат, жүрек қуат, тіл қуат. Үш ғайып, дидар ғайып, несіп ғайып, ажал ғайып. Үш кедейлік, кежірлік, еріншектік, ұйқы. Үш жақын, жарық дүние, балаң, жарың. Үш қадірсіз, жігіттік, денсаулық, жақсы жер. Үш көз, су анасы бұлақ, жол анасы тұяқ, дау анасы құлақ. Үш жамандық, нақақ, қан төгу, аманатқа қиянат, ата-бабадан қалған ескі жұртты бұзу. Үш тоқтам, ақыл арқан, ой өріс, адам қазық. Үш қасиет, өліде әруақ, малда кие, аста қасиет. Үш кемістік, атың жаман болса, жалғанның азабы, алғаның жаман болса, дүниенің тозағы, балаң жаман болса, көрінгеннің мазағы. Үш артық, адалдық, еңбек сүйгіштік, өнерпаздық. Үш байланыс, әке асқар тау, шеше мөлдір бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Үш сауап, шөлге құдық қазған, өзенге көпір салған, жолға ағаш еккен. Үш тәтті, ананың сүті, баланың күлкісі, туған жер. Үш қадірлі, ырыс, бақ, дәулет. Үш кемдік, надандық, еріншектік, зұлымдық. Үш билік, билік, дәулет, даналық. Үш жүз, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Үш арсыз, адамды нәпсіге итермелейді. Үш ғайып, сен қай уақытта және не болатынын білмейсің. Аяқ асты кез келген немесе күтпеген жағдай орын алуы әбден мүмкін. Үш күшті, ақылды болсаң ешқандай жерде білім жағынан қиналмайсың. Жүрекпен неше түрлі эмоцияға беріліп тап боласың. Жақсысына да жаманына да тілмен, яғни сөз шешендігімен сөздік қорыңды әдемі етіп жеткізе аласың. Үш даусыз, мінезі бар адаммен сайысып жеңе алмайсың. Кәрілік, яғни жаспен таласа алмайсың. Ажалыңмен келісе алмайсың. Қай уақыт болса да алып кетері анық. Үш қадірсіз, жас кезінде жігіттер көздерінің қадірін білмейді және денсаулығын ойламайды. Кейін үйленгеннен кейін әйелінің қадірін білмейді. Бірақ бәрін кеш түсініп өкінеді. Үш тәтті, әрбір адамға өзінің жаны тәтті.
қолына ине кіріп кетсе де шыдамайсың. Мал тәтті деген сөз өз еңбегіңмен жеткен жетістігің немесе ақшаң тәтті. Бала тәтті, бауыр еті балаң өзіңе қашанда жақын болады. Бала қылығымен балдырған тәтті, тілімен тәтті болады. 3 жаман. Нақақтан нақақ біреуді жаралап немесе қолыңды қанға төгу күнә. Кісі затын немесе малын рұқсатсыз алу надандығыңды көрсетеді. Ата-бабадан қалған ескі жұртты бұзу, қара шаңырақты сыйламау. Яғни ол жерде сенің кіндік қаның тамған жер, әке-шешенің түтін тұтатқан жері. Аллаға жағайын десең, азанды бол балам. Халыққа жағайын десең, қазанды бол балам. Жаңбыр жаумаса жер жетім, басшы болмаса ел жетім. Ұқпасқа айтқан сөз жетім. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы.